Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдеттегідей бізде онлайн форматта эфир. Бүгін бізде қонақта Арман Байшегет және философия ғылымының докторы, белгілі дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлы. Қош келдіңіз аға, арнамызға. Қош көрдік, рахмет. Дінтанушы болғаннан кейін сізге енді жалпы дінге қатысты сұрақтарды қойсақ деп ниеттендік. Қоғамда болып жатқан жағдайларды бәрін енді біліп отырсыз ғой, қандай жағдайлар болып жатыр, не орын алып жатыр деген сияқты. Осы тұста бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы бәрімізге белгілі, әлемде басым көпшілік адамдар дінді ұстанады. Дінді ұстанбаса да Құдайға сенеді деген сияқты. Жалпы осы адамзатқа дін не үшін керек аға? Енді бұл өте өмірмәндік сұрақ және глобалды ауқымды сұрақ. Не үшін керек деген сұрақ. Бұл енді ойшылдардың көзқарасымен қарайтын болсақ, екі түрлі қарауға болады. Бірінші, теологиялық, құдайлық тұрғыдан қараған кезде адам баласын Құдай тағала жер бетіне жібергеннен кейін оған қағидаттарды қоса үйретіп, білмегенін үйреттік деген мәселе тұрғысынан біз үйренуіміз керекпіз. Тәрбие деген ұғымның өзі белгілі бір қалыпқа келу деп бағамдауға болады. Осы тұрғыдан дін жер бетіне жіберілген адамның белгілі бір қағидалар шеңберінде өмір сүруі, яғни жаңағы зиян келтірмеу, қиянат жасамау, адамдармен, тіршілікпен, табиғатпен, жан-жануармен үйлесімділікте, гармонияда өмір сүру, ізгілік жасау. Енді теологиялық дедік қой, теологиялық Құранда да бар. Алла тағала адам жаратқан кезде сен жер бетінде қан төгіс жасап бүлік шығаратын бір жаратылыс жаратайын дедің бе деп періштелер сұрайды. Сол кезде Құдай тағала сендер білмейсіңдер, мен білемін дейді ғой. Сол үшін адамдарда бір бұзықтыққа дегенде мейіл бар. Сол мейілді жою үшін, тәрбиелеу үшін осы діни қағидаттар Құдай тарапынан діни анықтама бойынша жіберіледі. Ал бірақ енді ойшылдарымыз, ғалымдарымыз айтады, адамзаттың игілігі үшін жіберілген қағидалар жиынтығы дегенді Фараби бастаған ойшылдарымыз айтады. Демек дін адам баласын бір бауыр қылу үшін, шәкәрімде де бар ғой, дін адамды бір бауыр қылмақ еді, оны бөліп дұшпандық қару жасар, Інжіл, Құран бәрі айтып тұрса дағы мағынасынан адасып қара басар деп. Сол үшін де біз дінді түсінген сайын оны бөлшектеудің құралы ретінде емес, ізгіліктің, жер бетіндегі адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген, немесе Яссауидің жаңағы кәпір де болса берме зарар деген қағидалары. Бұл енді негізгі діндарлықтың көрінісі болу керек. Неге десеңіз, Құдай егер адамды ақылды қылып жарататын болса, ол ақылды жаратылысқа әлемді билететін болса, ең таңдаулы жаратылыс қылып жарататын болса, оған белгілі бір қағидаттарды үйретпеуі бұл мүмкін емес шаруа. Сол үшін де басы бос барып өмір сүріп келіңдер, қалай өмір сүрсеңдер өздерің біліңдер дейтін болса, онда оның хикметі не болады? Сол үшін де бүкіл бізде дінде хикмет деген нәрсе бар. Абай айтады, адаспай тура іздеген хакімдер болмағанда дүние ойран болар еді деп. Сондықтан да хикмет, хакім деген нәрсе, бұл нәрсенің барлығының үйлесімі, мағынасы деген дүниелерден келеді. Біз өзіміз сенетін, өзіміз оқитын дін бағытындағы ойшылдарымыз Абу Ханифа болсын, имам Ағзам Абу Ханифа, Матуриди болсын, бұлардың барлығы хикметке негізделеді. Яғни бір нәрсенің хикметі не бұл жерде? Жаратылу хикметі не? Мына сөздің айтылу хикметі не? Мына әбестік деген нәрсе бар. Әбес деген дүние ол Құдайға тән емес, Құдайдың жаратылысына тән емес. Әбестік адамға тән болуы мүмкін. Сол әбестіктен құтылу үшін осы дін адамға игілікті үйрету үшін ақырындап келген, жаңа жүйе болып келген қағидалардың жиынтығы деп қорытындылауға болады. Бірақ оны жаңағы эмоцияға беріліп, адамдар өздерінің пайдасына бұрып, әркім менің дінім мынау, сенің дінің мынау деп бөліп, дұшпандықтың қаруы ретінде қолданып, немесе саясаттың құралы ретінде пайдаланатын болса, ол керісінше адам баласына игілік әкелмеуі мүмкін. Және адамдар оны түсінбей, бұл дін дұрыс емес екен деп қателесіп қалуы мүмкін. Сол үшін де Құдайдың жіберген мәселесі, Құдайдың қойған қағидаттары бұл адам баласына зиян келтірмеу. Ал егер зиян келтіретін болса, ол жерде не ақылда,
не дінде бір түсінбеген жағдай бар деген сөз. Сол үшін де біз осы нәрсені егжей тегжейімен терең ойлап отыратын болсақ, барлық нәрсеге мейіріммен қарау дегенге алып келеді екен. Барлық нәрсеге түсіністікпен қарау деген, өйткені бүкіл жаратылыс Құдайдың жаратылысы ғой. Ал Құдайдың жаратылысына сіз күпірлік қылсаңыз, ол Құдайдың жаңағы хикметіне сай келмейді. Сол үшін де біз оны түсінуге тырысуымыз керек. Тіпті негатив болған күннің өзінде бұл негатив менің алдымнан не үшін шықты деп біз ойлануымыз керек. Немесе адам баласында екінші бір мәселе бар. Бұл адам дүниеге келгеннен кейін кемелденуге мұқтаж. Бүкіл жаратылысты Құдай кемел түрде жаратады. Торғай туа салып өзінің жемін білет, дауысын таниды. Ал адам баласы әлсіз болып дүниеге келеді, өмір бақи кемелденеді. Мен мысалы бүгін кітап оқып бітірдім. Сол кітап менің соңғы көзқарасымды қалыптастырды. Мен ары қарай бітті осымен деп ешкім айта алмайды. Бітті десе, ол адам сол жерде бітеді. Сондықтан да адам жаңа пайғамбардың айтқанындай ағаш бесіктен жер бесікке дейін білім алуға мұқтаж және үйренуге мұқтаж. Біз өміріміздің соңында қандай болатынымыз білмейміз. Әлі білгеніміз 1-9, білмегеніміз 99 болып өмір сүре береміз. Демек, бұл адамды тәкаппарланбауға үндейтін дүние. Демек, бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе біз осы өзімізді өзіміз, білім, Жүніс Әміренің айтатыны бар. Білім білу, білім өзіңді білу деп. Өзіңді білу, өзіңді тану деп. Ал біз кейде өзімізді танымаймыз. Кімбіз, қайдан келдік, қайда барамыз, не қылып жүрміз, қандай адамбыз, бұл өмірдегі миссиямыз не? Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң кім боламын дейді ғой шәкәрім. Сол сияқты өзімізді тани алмаймыз. Демек, бұның барлығы осы дін соны танытуға. Сен қайдан келдің, кімсің, бұл өмірдегі мақсатың не, жаратылысты қалай танисың, жаратушы кім, сен өзіңді танысаң, Раббыңды де танисың дейді, яссауи. Сол үшін де бұл жердегі мәселе осы іздену ғой, іздену. Сонда дін деген дүниенің өзінің астары адамға сұрақ қою арқылы кім екеніңді білгізіп, сол білгенің арқылы бұл өмірді сүргізіп, сол сүргенің арқылы артыңа із қалдырып, адам баласын ізгілікке шақырып кету мінекей. Ең жақсы жаңағы былайша айтқан кезде таным осы шығар деп ойлаймын. Менің айтпағым саясиланған діндер туралы емес, бұл таза Құдай тағала тарапынан келген бұрмаланбаған жаңағы пәк адамның болмысына сай хақ келетін дін дегеннің өзі жақындау дегенді білдіреді. Религия деген, религиары деген ол байланыс дегенді білдіреді. Бұл жақындау кімге жақындау? Бұл жаратушыға жақындау. Өйткені біз қайдан келдік, қайда барамыз деген кезде қазақ өлген адамды қайтты дейді ғой. Келген жағына қайтты деген сөз. Сонда біз рухымыз ол әлемнен келетін болса, сол әлемге қайту деген мәселе тұрғысынан, осы өмірде болған уақытымызда қалай өмір сүруіміз керек, соның қағидаттары. Ол жерде де мәселе бар. Кейбір айтады ғой, онда мен өмірде қызық көрмесем, діннің айтқанын істесем, бұл өмірде не қызық бар деп. Ол қызық сияқты болып көрінгенмен, ол қызық емес. Бұдан да үлкен қызық күтіп тұр дейсің ғой. Үлкен қызық ол басқа мәселе. Ол енді кішкене абстрактілеу дүние, сакралды. Адамдар түсінбеуі мүмкін. Адамдар қызық деп көрген дүниесінен зардапты көп шегеді. Сіз қызық деп бір күнә жасайсыз, зардабын өмір бақи тартасыз. Жудан азабы деген нәрсе бар, ар азабы деген нәрсе бар. Айналаңыздағы адамдардың сізге деген тез көзқарас деген нәрсе бар. Мысалы, қызық көріп қаншама адамдар түрмеде жатыр. Қызық көріп қаншама адамдар психдиспансерде жатыр. Қызық көріп қаншама адамдар денсаулығынан айырылды. Сол қызық па? Адам бір нәрсенің нәтижесімен бағалау керек қой. Мысалы, мен бір нәрсені дәмін көретін болсам, ол нәтижесі не береді маған? Нәтижесінде уланатын болсам, мен жеймін бұны. Қызық болуы мүмкін, бірақ мен жемеймін ғой. Қызық көріп наркотик тартқандар қызық па ол? Жоқ. Қызық көріп арақ ішкендер қызық па? Қызық көріп шылым шеккендер рахаттанып жүр ме? Өкпесін қолдарын ұстап күрк етіп. Сондықтан да қызық деген нәрсенің арты азап болмау керек. Қызық деген нәрсе адамға пайдасы тиіп, адам оның игілігіне бөлену керек. Міне нағыз қызық сол. Сондықтан да біз қызық деген нәрсені шатастырып алғанбыз. Енді дүниеге бір-ақ рет келесің, көріп қалу керек қой деген сияқты философия бар ғой кейбір жастар. Солар үшін айтып отырмын. Сол үшін де көріп қалғыңыз келсе, көріп қалғандардан сұраңыз дейді. Қабірстаннан сұраңыз, түрмеден сұраңыз, больницадан сұраңыз, емханадан. Қызық көргендер ғой. Қызықтың аяғы не болғандардан сұраңыз. Қызық көріп машинаны қатты айдағандар не болғанын, ана штраф стоянкалардан барып көріңіз. Сондықтан да адам бір нәрсені
ең ақылды адам бір нәрсені істемей тұрып ойланады. Өзі адамдар екіге бөлінеді дейді. Бір адамдар істеп алып ойланады, екіншілер ойланып алып істейді дейді. Или ойланып алып істеген дұрыс. Дұрыс Не айтасыз. болса да. айтасыз, керемет. Тамаша. Қош келдіңіз Кеңшілік аға. Енді мынау Абай атамыз айтады жаңағы ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз дейміз. Және де өзінің мына кемел адам концепциясында да нұрлы ақылды басты орынға қояды. Мына Шәкәрім атамыздың да өлеңдерінде таза ақыл дейміз, сау ақыл дейміз. Осы дүниеге көптеген назар аударады. Енді осы жердегі сұрағымыз осы жалпы адамзаттың дін ұстанудағы жалпы ақылдың рөлі, яғни ақыл қаншалықты маңызды рөл ойнайды және біз ақылды қалай қолдануымыз қажет, осыған тоқталсақ. Кейде мен таң қаламын. Біреулер ақыл дейді да, ақыл ақиқатты таппайды дейді. Біреулер ақыл дейді да, менің ақылым осылай деп тұр дейді. Шын мәнісінде ақыл, нақыл бұлар бір-бірін толықтырып тұратын категориялар, дүниелер. Нақылды жіберген Құдай болса, ақылды берген Құдай болса, бір-біріне қарсы келмеу керек. Құдай екі қарама-қайшы нәрсе жіберіп, біреуіне иланыңдар десе, онда Құдай әділетсіздік болады, немесе хикмет иесі болмайды, Құдай сақтасын. Сондықтан да біз осыларды бір-біріне қарама-қарсы қойғанды бірінші қоюымыз керек. Екіншіден, ақыл деген дүниені біз қай кезде қаншалықты пайдалануымыз керек, немесе қандай ақылды пайдалануымыз керек деген нәрсені де білуіміз керек. Өйткені ақыл көп нәрселерге құрал ретінде пайдалануға болады. Біреуді алдаған кезде де адамдар ақылмен алдайды. Банкіні тонаған кезде адамдар ақылмен тонайды оны. Жоспар құрады, басқа қылады. Анау банкоматты жасаған адам ақылды, бірақ оны ашып, немесе программаны бұзып, хакерлік жасап, өзінің есеп шотына ақшаны құйып алған адам одан да ақылды болмайды. Бірақ бұл жердегі мәселе не? Ақыл жалаң болатын болса, нақылдан тыс болатын болса, адамгершіліктен жұрдай болатын болса, ол жақсылыққа алып бармайды. Сол үшін де ақыл, нақыл, немесе қарапайым тілмен айтқан кезде ақыл мен тәрбие қатар жүру керек. Сол үшін Шәкәрім айтады, тәрбиесізге берме ғылым, ол алады да оқ қылады дейді. Немесе жаңа Фарабидің өзі атақты сөз бар, үнемі қайталайтын, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Демек, ақылды дамытамыз деп біз жалаң біліммен жүре берген кезде адамгершіліктен ауытқып кетуіміз мүмкін. Европа білім жұрты осы күнде шыққан жоқ айуандықтан ол да мүлде деп. Европада да керемет ақыл бар, бірақ тәрбие болмаған кезде адамдар ізгілік, мейірімділік, отбасылық қатынас, үлкенге құрмет, кішіге ізет, ертеңгі халықтың демографиясы, анау деген нәрселердің барлығын мен құқым деген категорияның ішіне сыйғызып, азғындап кеткен жоқ па? Сол үшін де бізді адам ретінде ұстап тұратын дүние, біздің болмысымызға, табиғатымызға, Құдайдың берген программасына, бағдарламасына сай, ол қалып ұстап тұратын дүние, сол сырттан берілген бізге тәрбие, құндылық, адамгершілік, немесе қарапайым тілмен айтқанда нақыл. Оны мәдениет деп айтыңыз, салт дәстүр деп айтыңыз, басқа деп айтыңыз, қандай ұғыммен айтсаңыз да, адамды адам етіп тұрған дүние, ол адамның ішіндегі иманы, сенімі. Ал ол шығып кететін болса, ақылды жануарға айналып кетеді адам. Біреуді өлтіру үшін де ақылды қолданып, мен ақылдымын, Құдайдың менің ақылымда несі бар, менің әрекетімде несі бар, менің өмірім Құдайға не үшін керек, жаңа өзіңіз айтқандай құлшылығым не үшін керек деген сияқты сұрақтарды мен ақылмен таптым деп өзінше ақыл көйсіп жүргендер, олар ол ақылдың жаңағы қу ақыл, сұм ақыл, арам ақыл, айлакер ақыл деген сияқты ақылдардың түрлерін өзіне құрал ретінде пайдаланушы. Ал жаңа сіз айтқан нұрлы ақыл деген дүние, бұл адамды, жаңа мен айттым ғой, ақылды адам дәмін көріп, одан кейін зардап шекпейді. Ақылды адам өкінбейді. Өкіну мүмкін, кейде оның ақылы дұрыс болмаған кезінде істеген әрекеттеріне өкіну мүмкін. Ал ақыл дұрыс жолға түскеннен кейін ол адам өкіне беретін болса, ол адамның ақылында, демек ақылына сезімі, немесе ақылына эмоциясы басым деген сөз. Істеп қоя береді. Бала болады ғой, әке, шеше, мен істемеймін деп алады да, істеп қояды. Мен мынаны қайталамайым дейді да, қайталап қояды. Жаңа не дейді? Сен оны сабайсың, ұрасың, немесе ұрсасың, ол келесі жол қайта уәде береді, одан қайта жасайды.
Неге дейміз, біз оның ақылы толыспаған дейміз да. Өйткені мына рүш деген категория бар, рүш рашид деген сөз бар ғой. Ол деген жақсы мен жаманды ажырата алатын адам деген сөз. Өзіне пайда мен зиянды біле алатын адам деген сөз. Сізге біреу жетімнің мүлкін аманат қылатын болса, сіз оны қай уақытқа дейін сақтауыңыз керек? Балиғатқа толғанша ма? Жоқ, рашид болғанша. Өйткені ол мүлікті жетімге берген кезде ол оның өзінің игілігіне, пайдаласына жұмсай алатындай болу керек. Сол кезде сіз оны қайтарасыз. Ал оған жетпеген болса, сіз қайтармайсыз. Неге? Ол оны алады да бір казиноға салып жіберуі мүмкін. Өйткені пайда мен зиянды істемейді, ажырата алмайды. Ал үлкен жаңағы не еді? Терендей болып, не дейді? Бойы 2 метр болып, жасы 40-қа келіп, 30-ға келіп, ақыл кірмей жүргендер бар ма? Не бар ғой? Бар ғой. Жаңа тапқан тайынған ойынға салып, ішімдікке құртып, құмарға құртып, лудома неға түсіп. Сол адамдар ақылсыз ба? Ақылды ғой. Сол ақылмен жеңіп аламын деп қайта-қайта түсе береді, қайта-қайта түсе береді. Демек бұл жердегі мәселе не? Нұрлы ақыл, таза ақыл деген дүние адамды ондай өкініштерге апармайтын, бір нәрсені алдын ала ойлайтын, нәтижесін бірінші ойласып алып, содан кейін барып қадам жасайтын сондай адамды айтамыз да. Сол үшін де дінді түсінген кезде де біз ақылды, нұрлы ақылды, таза ақылды құрал ретінде пайдаланамыз. Құдай маған не үшін бұны істеме деп тұр? Істесем не болады? Деген нәрсені сіз ойланып аласыз. Немесе Құдай мынаны не үшін маған істеме деп тұр? Істемесем не болады? Дегенді алдын ала ойланып аласыз. Сол үшін де ол одан кейін менің өміріме, пайдама, айналама, менің ұрпағыма, отаныма, еліме, халқыма, ұлтыма қай жағынан пайдалы дегенді мен тағы да ойланамын. Сол үшін де діннің өзін қабылдаған кезде Құдайдың хикметін, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар дүниеде одан басқа. Сол үшін де Алланың хикметін сезу деген нәрсе Құранда да бар. Деген аят. Егер Құдай біреуге хикметті берген болса, оған көп жақсылықты берген екен. Сол үшін де адамға хикметтің берілуі, немесе адам хикметпен, ақылмен түсінуі, ол екінің біріне келе беретін, оңай еңбекпен түсе беретін, ұйықтап оянған кезде басыңызда пайда болатын нәрсе емес. Оны ойлай, қазақ бар ғой, ойлай берсең дана боласың, ойнай берсең бала боласың деп, ойлай, оны түсінесіз. Сол үшін де шәкәрім айтады, шын ақылмен таппағандың шындық емес шындылық деп. Шын ақыл деп отырған не? Бұл таза, Құдайдың бағытындағы, жаңағы рухани бағыттағы, адамгершілікке құралған, позитивке негізделген, біреуді күстаналауға, құртуға, негативке негізделмеген сондай ақылды айтады. Сондықтан да Құдайдың бізге берген ақылын сол бағытта пайдаланатын болсақ, ол бізді тура жолда тайдырмай, өзімізді өзіміз ұстауға, өкінбеуге. Адам баласы қателеседі, адам баласы ұмытады, адам баласы қате басады, сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді қазақ. Бірақ қайта-қайта сүріне беру, бұл да адамның, ізгі адамның, кемел адамның әрекеті емес қой. Сондықтан да ақыл деген дүние бұл жарық нұр, адамға жол көрсетуші. Яғни ақыл мен ақыл бір-бірін толықтырып тұратын адам, әлем, Алла жаратушы үш бұрышында жаңа адамды адам етіп тұрған үлкен құндылық, басқа жануарлардан даралап тұрған дүние ол ақылды жануар. Адамның жауапкершілігі болуды ақылына байланысты. Ақылы жоқтың діні жоқ дейді, немесе тіпті ақылы жоқ адамға дін парыз емес. Бірінші балиғат, екіншісі ақыл емес па? Шарт. Ақыл жоқ болса Құдай да сұрамайды жынды адамнан. Сондықтан да бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе адамның сол ақылын қай жақта пайдаланады, қандай нәрсені ойлайды, соған байланысты менің ойымша. Ол да кемелденеді, ол да жаттығады. Оқи берсең, кітап оқи берсең, ойлана берсең, адамдармен, ақылы бар адамдармен пікірталаса берсең, сұхбаттаса берсең, дидарласа берсең, ол ақылың кемелденеді. Сондықтан да менің ойымша адамның бүкіл эмоциялары дамиды, және оларды тәрбиелеу керек. Қалай бір спортсмен өзін жаңағы олимпиадаға дайындайтын болса, физикалық шыңдалатын болса, адамның руханиятында да шыңдалу үшін адам үнемі өзін жетілдірумен, мидың ойлауымен, жаңағы не дейді, миға сен мәселе тауып бермесең, ми саған мәселе тауып береді дейді. Қазіргі адамдар сол миға мәселе тауып бермей, сол мидың тауып берген проблемасымен жүрген адамдар көбісі. Біз де ішінде бармыз. Сол үшін де оқу керек, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге абайдан сөз қалған жоқ қой енді. Сондықтан да менің ойымша ақылды болам десеңіз, сол ақылды адамдардың кітаптарын оқу керек шығар. Бұл енді бұның бір инстанциясы, мінекей осы жерде сен ақылды болдың деген сөз жоқ.
Мгм. Адам өзі қызық жаратылыс. Таңертең ақылды болып тұрып, кешке ақымақ болып кетуі мүмкін. Өмір бойы ақылды болып өмір сүріп жүріп, бір аяғы тайып ақымақ болып қалады Мгм. кейде. Мгм. Сол үшін өзін тұрақты қалыпты сақтау үшін адам кемелдену керек, рухани тұрғыдан дәрежесін көтеру керек. Сол кезде ол кішігірім дүниеге төменшіктемейтін, Мгм. өзінің дәрежесін түсірмейтін, қарапайым нәрселерді өзіне лайық санамайтын дәрежеге көтеріледі да. Сол кезде ол адам былайша айтқан кезде айналасына да бірінші өзіне әрине, өйткені адам өзі кемелдемей басқаларды кемелдендіре алмайды. Өзің диуанасың кімге пір боласың дейді қазақ. Мгм. Сондықтан да өзі дұрыс болмаған адам басқаларға жол көрсете алмайды. Бірақ мәселе менің мақсатым біреуге жол көрсету деген емес. Адам бірінші өзіне жол табу. Мгм. Менің ақылым өзіме жетіп жатса, қалғандарға да пайдасы тиіп жатса, демек ол белгілі бір деңгейде пайдалы болғаным деп ойлау керек. Өйткені адам күні адаммен, адам адамға жол көрсетеді, адам адамға жол сілтейді. Мгм. Егер ондай болмағанда Құдай пайғамбар жібермеген болар еді. Дұрыс айтасыз, керемет, өте сондай тұшымды жауап болды деп ойлаймыз. Рахмет аға. Енді осы ақыл дегеннен шығады. Дінтанушы ретінде сіз жақсы білесіз, әлемде бірнеше дін бар. Жаңа рационалдық логиканың қағидатына сүйенетін болсақ, бірнеше қарама қайшы ой бәрібір де ақиқат бола алмайды. Иә? Осы діндердің ішінде қайсы ақиқат, қайсы дұрыс дегенге біз қалай електен өткізіп, жаңа айтып отқан ақылымызды қалай жұмсап, жалпы айтқанда ақиқатты қалай табамыз аға? Дін деген жүйе болу үшін қазір өзі діннің өзінің қалыптасқан қағидаттары бойынша бірнеше принциптер болу керек. Мгм. Біріншіден, дін деген бұл белгілі бір құндылықтардың жиынтығынан тұру керек. Ол жерде қандай құндылықтар бар? Ол жерде пайғамбар құндылығы бар. Мгм. Өйткені дінді Құдай жіберген болса, оны өзінің сенімді өкілі арқылы жібереді, басқаша жібере алмайды. Мгм. Содан кейін Және ол адамдардың ішінен шығу адамдардың керек, иә? ішінен шығады. Өйткені неге десеңіз, адамдарға бір нәрсені үйрету үшін ол да сол нәрсені сезіну керек. Иә. Өзі сезінбеген адам қалған адамдардың жанын түсінбейді. Мгм. Мысалы, бір байдың баласы мен кедейдің баласы ойнап отырса, кедейдің баласы айтатын көрінеді, мен қарным аш деп. Мгм. Сөйтсе байдың баласы айтады дейді, қарның неменеге ашады, палау жеп алмайсың ба деп. Мхм. Түсінбейді да. Иә. Діннің өзінде де сол философия бар ғой. Ораза ұстасаң, сен аш адамның жағдайын түсінесің. Содан кейін адамдарға зекет бересің, Мгм. көмектесесің, құрбан шалған кезде 3-тен 1 бөліп бересің, өйткені қарны ашқанның қандай екенін білесің деген. Мгм. Сондықтан да бұл жердегі мәселе діннің өзінің қағидаттарының жиынтығы болады. Ол жиынтықтардың ішінде моральдық құндылықтары болады. Мысалы, маған келген дін мені неге тәрбиелейді? Мгм. Не үшін тәрбиелеп жатыр? Мгм. Және ол мені кемелдендіріп жатыр ма, пайдалы қылып жатыр ма, пайдасыз қылып жатыр ма? Мгм. Және менен не күтеді? Және оның менің рухыма келетін қандай беретін жаттығулары бар? Мен мысалы, ол нәрсені орындау үшін қандай шарттарды орындауым керек? Және ол мен одан қандай ләззат алуым керек? Мгм. Менің тәнім таза болсын, жақсы, оның жан тазалығы маған қалай алып бару керек? Мгм. Деген сияқты көптеген қағидалардан тұрады. Иә, оның қасиетті кітабы болуы мүмкін, иә, оның пайғамбары болуы мүмкін, о дүниеге сенімі болуы мүмкін, құлшылық жиынтығы болуы мүмкін, қасиетті ритуалды не дейміз жаңағы сооружение, ғимараттар болуы мүмкін, мешіт медресесі, шіркеуі, синагогасы, храмы, хақамы болуы мүмкін. Қалай болғанда да Рәсімдер бәрі болуы болуы мүмкін. мүмкін. Иә, бұл сондықтан да біз осылардың барлығын қарап, бұны біз дін деп бағалаймыз. Мгм. Ал енді осының ішінде қайсы логикалық тұрғыдан бірнеше қағидаттарды қоямыз. Мгм. Көбінесе қағидаттар былай келеді. Бірінші, дін келген кезде адам баласының даму тенденциясына байланысты қарабайырлау болып келгеннен кейін қағидаттарда қарабайырлау болады. Мгм. Мен айттым ғой, адамзат та дамиды, адам да дамиды. Мгм. Адамзат балалық шағында ештеңені білген жоқ, Мгм. киім тігіп үйренген жоқ, Мгм. тастан жаңағы үй салып үйренген жоқ, сөйтіп дамыды. Сол сияқты ол қарабайыр қағидаттар кейін күрделенген кезде ол да күрделене береді. Мысалы, телефонның ең алғашқы шыққан телефон қандай болды? Мгм. Nokia мысалы. Тек байланыс үшін болды ғой басында. Sony Ericsson деген Nokia Nokia. Ericsson деген болды, аха. Мгм. Дәу телефон, Иә, үлкен антеннасы мынандай, кирпич деп айтып кирпич жүрді. дейміз. Оның ішінде қандай функциялар болды? Ол жерде байланыс, SMS жазу Телефон деген келеді, сияқты. Иә. оның өзі дұрыс Ұстамайды, иә. ұстамайды. Басқа функциялар жоқ. Иә. Одан кейін сіз айтқан Nokiалар шықты. Оның да ішінде функциялар жақсы болды. Мгм. Вибрация дейміз ғой. Суретке түсіру шықты. одан Дірілдеу кейін. болды. Мгм. Суретке түсіру пайда болды. Кейін ол жаңағы кейін оның өзі кейін Мгм. цветной шыққан кезде.
сосын ана жылан ойындар деген ойындар иә бар. иә иә Менің замандастарым біледі. Мгм, Жұрттың бәрі соны ойнайтын. Мгм. мгм, Қазір жылан ойынын балалар ойнай ма? Жоқ. Ойнамайды. Неге? Телефон күрделенді. мгм, Мына телефондар шыққан кезде сіз қазір Sony Ericsson ұстап жүрсеңіз, мгм, оның программасы жарай ма? Жарамайды. мгм, Оған симка да таба алмайсыз қазір. Былайша айтқанда оның күші жойылды ғой. мгм, Яғни кейінгі келген буын, кейінгі келген жетістік, алдыңғы келген жетістіктің күшін жойып отырады. мгм, Мгм. Дінде де сол иерархия. Алдында келген дінді, кейінгі келген дін үкімдерін жойып отырады. Өйткені неге? Адамзат қауымдасы өмір сүре бастады, шараптар көбейе бастады, шарттар көбейе бастады, тұрмыста сұрақтар көбейді. мгм, Ол сұрақтардың бәріне жауап беру керек мгм, деген сияқты. Оның барлығы қалыптаса бастаған кезде ең соңғы дін қандай дін деген кезде ол соның қағидаттары басқа қағидаттарды жояды деген нәрсе бар. Діннің Мгм. өзінің ішінде де теологияда насих мансух деген нәрсе бар. мгм, Насих деген үкімін жоюшы, мансух деген үкімі жойылған. Яғни мысалы бірінші қағиданы сіз жасадыңыз. Мысалы біз бірінші конституцияны қабылдадық 95 жылғы. Одан кейін биыл жаңа конституция қабылданған кезде 95 конституцияның күші не істеді? Жойылды. Жойылды. мгм. Мен анам конституциямен жүремін. Жүре алмайсың, өйткені неге? Бүкіл қоғамдағы заңдардың бәрі жаңа талапқа конституцияға сай негізделген. болу керек қой. Жаңа конституция негізделген. Мгм, Анау күшін жойған. мгм, Әуелі сенің алдыңғы конституциямен жүргенің қылмыс болуы мүмкін. мгм, Қоғам шарттары өзгеріп кеткен кезде. Дұрыс айтасыз. мгм, Сол үшін де діннің де сондай қағидаттары бар. Сол қағидаттар бүкіл адамзаттық игілікке негізделген қағидаттар. Сол алдыңғы қағидаттардың күшін жоятын болса, оны біз кейінгі қағидаттарды қабылдауымыз керек деп солай ойлауымыз керек. Содан кейін ол жердегі тағы да бір ерекшелік бұл бүкіл адамзаттық құндылық тұрғысынан жауап бере ала ма деген мәселе. мгм, Кейбір діндер бар, бір ұлттың мүддесін күйттейді. мгм, Ал егер Құдай жаратушы абсолют болатын болса, мгм, ол бір ұлтты басымдыққа қалатын болса, мгм, қалған ұлттардың хикметіне жарату. Әділеттілік қайда дейсіз ғой? Әділеттілік қайда? Мгм. мгм, Мен өз бетімше Құдайға жақындау үшін менің ұлтым сәйкес келмейтін болса, және мен ол ұлтымды таңдай алмаған болсам, мгм, онда менің Құдайдың алдында кінәм қанша? мгм. Сондай адамзаттық тұрғыдан алған кезде бір де саяси бір неге саяси бұрмаланып мүддеге негізделіп қалады кеткен. да. Мүдде бір ұлттың немесе бір саясаттың мүддесін соғып кетеді. Мгм, Біз танымалмыз, қалғандар танымал емес. мгм, Немесе біз таңдалғанбыз, қалғандар таңдалған емес деген сияқты. мхм. Бізге Ал болады, оларға болмайды олар бізге деген. болады, бізге оларға болмайды. Мгм, Сонда жақсы бір сөз бар. Егер дейді бір адамдар келіп, бір адамдарға болатын нәрсе сіздерге болмайтын болса дейді, ол біліп қойыңыз, ол Құдайдан келген дін емес, ол билеушілердің діні дейді. мм, Сондықтан да адамзат қағидалар логикалық тұрғыда ақылмен ойлап тауып қарасаңыз, мына жерде мына құндылық болуы мүмкін емес. Ол бүкіл адамзатқа ортақ құндылық ретінде жіберген жаратушы біреуге басымдық беретін болса, мгм, маған мүмкіндік бермейтін болса, ол оның әділ сипатына сай емес. мгм, Ол оның хикмет сипатына сай емес. мгм, Ол оның мейірім, рахым сипатына сай емес. мгм. Демек, ондай сай келмейтін дүниелер мен оны қабылдай алмаймын. Осы тұста бір сұрақ аға. Өзіміздің дінімізде де, ислам дінінде де жалпы пайғамбарымыз арабтан араб еместің ерекшелігі жоқ деп айтып кеткен болса да, кейбір дінді насихаттап жүрген кісілер жаңағыдай арабтар өзге ұлттардан ерекше деген сияқты форматта бір насихаттар жүргізіп жатады. Осыған қатысты не айтасыз? Енді сол жаңа сұрақтың жалғасы, бұл жерде осы нәрсе бар. Қазір араб құлдар деп жүретіндер де бар. Иә. Арабтар басқалардан үстем деп айтатындар да бар. Әр халық, мен өзімді Құдай қазақ қылып жаратқаннан кейін, мен сол халыққа қызмет етуім керек. Мгм, Құдай мені арабқа қызмет еттіретін болса, мені араб қылып жаратар еді. мгм, Сол үшін де хикметке байланысты мен осы елде, осы ұлтқа қызмет етуге міндеттімін, мәжбүрмін. Сол сияқты арабтар да өздерінің халқына қызмет етуге мәжбүр. мгм. Әркім Құдайдың мен жақын шығармын деп ойлауға хақы бар. Иә, Бірақ кім жақын екенін Құдайға аян. иә, Сол үшін де арабтың араб еместен, негрдің ақтан, қарадан деген айырмашылық жоқ деген хадис сол мәселеге байланысты пайғамбардың өзі солай деп тұр. Ал енді неге Құран арабша келді, ол оның артықшылығы ма, неге пайғамбар Құрайыштың арасынан шықты, ол оның артықшылығы ма деген сияқты сұраққа екі түрлі жауап беруге болады. Мгм, Біріншіден, Мұхаммед пайғамбардың келу кезеңі адамзат қауымдасып өмір сүретін деңгейде болғаннан кейін әлемдік дін ретінде исламның жіберілуі, бүкіл адамдар оның астына саясына кіре алады деген түсінік Алла тағаланың мгм, жіберген хикметі. Сосын Құдай тағала бір халықтың тілімен жіберсе, Құдай сол халықты жақсы көрген үшін жіберді деген түсінік пайда болмайды. мгм, Ол адамзат қазір бәрін түсінуге мүмкіндігі бар, мгм, бәрін қабылдауға мүмкіндігі бар. Біз кейде Қытайда өмір сүру үшін қытайша үйреніп жатамыз. мгм, Жапонияда өмір сүру үшін жапонша үйреніп жатамыз.
немесе жаңағы программаның тілін түсіну үшін ағылшынша үйреніп жатамыз. Ондай болатын болса, Құдайдың бізден не қалайтынын түсіну үшін де арабша үйрену ол адам баласына қиын емес қазір. Сондықтан да бұл жердегі мәселе. Екінші мәселе, бір қауымға пайғамбардың келуі ол қауымның артықшылығы емес, кейде тіпті оның кемшілігі болуы да мүмкін. Өйткені бұл қауым, мысалы алдында көптеген қауымдарға пайғамбарлар келген кезде, ол қауымдар азғындап кеткен кезде пайғамбар жібереді. Сол қауымды тура жолға салу үшін. Мысалы, бір ұлт бар, қазір енді атын атауға болмайды, бізде заң бойынша бұл ұлттық кемсітушілік болуы мүмкін. Көптеген пайғамбарлар келген. Мүмкін олар өздері пайғамбарды жаңағы мақтанатын шығар, бізден бәленбай пайғамбар шыққан деп. Бірақ ол оның мақтанышы емес, керісінше олар дұрысталмай қалсын, Құдай пайғамбардың үстіне пайғамбар жібере берді. Олар азғындай бергесін қайта пайғамбар жібереді. Сол мақтаныш па? Жоқ, жақсы, пайғамбардың келуі жақсы, бірақ күзетшіні де көбейтеді ғой дейсіз ғой. көбейтеді ғой, мысалы бізде қылмыс көп болса. Бір мемлекетте тыныштық болса, әскерді де көбейтеді. Сол сияқты нәрсе ғой. Сол үшін де оны салыстырмалы түрде. Бірақ оны солған жіберді екен деп біз оны күстен аламаймыз. Ол Құдай жібергеннен кейін қазақта жақсы бір сөз бар: ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ деген. Ол пайғамбар болып келгеннен кейін оны біз құрметтейміз. Құдай оны таңдап адамдардың ішінен алғаннан кейін, оны жаңағы тура жолға пайдаланғаннан кейін, жалпы мынандай бір философия бар ғой: Құдайдың алдындағы дәрежеңді білгің келсе, сені қандай қызметке тағайындағаннан біл деп. Мен қандай қызмет жасап жүрмін, демек Құдай мені сол лайық болғаннан кейін соны жіберіп отыр деген. Сол үшін де біз кейде сондай миссиямен өмір сүрген адамдарды күстаналап, оларда жаңа тіл тигізбей, олардың кезінде бәрі халық қарсы болған кезде сіз өзіңіз қарсы, ол ағысқа қарсы жүзу оңай емес. Бәрі жұмсақ болған кезде, жылы жерде, мешіттер көп кезде, үйіңнің қасында мешіт болған кезде, теплый полдың үстінде тұрып намаз оқу оңай. Бірақ саған қарсы болған кезде, қиыншылық болған кезде, жаугершілік болған кезде, суық болған кезде, аяз болған кезде тұрып намаз оқу қиын. Сол үшін де бұл жердегі не? Олар сол қиын замандарда өмір сүрген адамдар. Адамдардың тәрбиелену процесі кезіндегі өмір сүрген адамдар, әрбірінің мойнына үлкен миссия беріп, Құдай жіберген адамдар. Біреулер аралап өлтірді, біреулерді балталап өлтірді, біреулерді ұрды, біреулерді таяқтады, біреулерді суға ағызды. Пайғамбарлардың ішіндегі ашаттул балай ауал анбия, алдымен қиыншылықтың ең ауыр пайғамбарларға келген. Мұхаммед Абайда айтады ғой, Мұхаммед пайғамбардың үстіне түйенің ішек қарын төккен, жаны дарытты, отқа жаққан Галилейді Сократқа өшкізген көп деп. Сол кездерде өмір сүру оңай емес. Сондықтан да бұл пайғамбар келгеннен кейін, пайғамбар болып бүкіл адамзаттық миссияны айтқаннан кейін, біз оны арабтарға келді деп ұлтшылданып отыратын жағдай емес. Құдай арабтың құдайы немесе қазақтың құдайы деп бөлінбейді. Құдай адамзаттың бүкіл жаратылыстың жаратушысы. Сондықтан да оны біз атын қалай деп атамасақ та бәрімізге ортақ дүние. Келген дүниесін басымыздың үстіне қабыл алып, айтқан бұйрығын орындауға тырысатын болсақ, ертең сен араб болдың, сен қазақ болдың деп Құдай біздің маңдайымыздан қақпайды, немесе алдымыздан қарсы алмайды. Сондықтан да адамзаттың игілігіне қызмет жасап, ортақ құндылық ретінде қабылдауымыз керек. Оның үстіне тарихта ата-бабаларымыз қанша ғасырдан бері қарай алып келе жатқан құндылық біздің бірегейлігімізге қызмет етіп отқан, руханиятымызға қызмет етіп отқан, тәрбиемізге қызмет етіп отырған құндылық болғаннан кейін, соны құндылықты шашау шығармай ұстап, соны өзіміздің ортақ құндылығымыз ретінде дәріптейтін болсақ, қазақтың бірлігі артады. Ал егер бір-біріміздің жағамызға жармасып, сен бәленшесің, сен түгеншесің, сен орыс құлсың, сен араб құлсың, сен қытай құлсың, сен қалмақ құлсың деп алауыздық тудырып, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең біздің бәрі бос деп, онда бізге сырттан жаудың керегі жоқ. Өзіміз-ақ бөлшектеніп, ағымдарға бөлініп, діндерге бөлініп, сенімдерге бөлініп, бір-бірімізді жағамыздан алып, ертең өлгенімізді де бөлектеп, тіріміз болса да бөлек саясаттың құрбандығына, қол шоқпарына айналып кетуіміз мүмкін. Сондықтан да бұл нәрсенің астында үлкен саяси мәселе бар екенін назарда ұстап, байсалдылықпен, салқынқандылықпен, ар-берін ойлап, оқып, көріп, ішінен қате тауыпсаң жақсы. Ал енді жаңағыдай жоқ, бір ит көріп үреді, көп ит еріп үреді деп, ой, ана бәленше түгенше деп жатыр деп айтақтағаннан ол қазақтың бірлігі асып кетпейді. Сондықтан да адам баласы бір сөз айтпай тұрған кезде оны ойланып, мың толғанып айту керек. Содан кейін соған үлес қосу керек, соған қызмет ету керек. Қазаққа жанашыған тұлғалар аз болған жоқ.
олар да бірақ көп те болмады. Иә. Сондықтан да бұл жерде солардың қатарында боламыз дейтін болсақ, сол бірлікке, ынтымаққа, ізгілікке, жақсылыққа, бүлдірмеуге, құрауға қызмет ету керек. Бүлдіру оңай. Иманның да шарттары көп. 70 неше түрлі пайғамбардың хадисінде де келеді, кейбір жерлерінде 60 неше, кейбірінде 73 түрлі иманның түрлері бар деп. Оның ішіндегі ең әлсізі жолдың үстіндегі тасты алып тастау дейді. Сондықтан да бұл не деген сөз? Адам баласына жақсылық жаса. Адам баласына жақсылық жасайтын болсаң, қоғамға игілік қызмет атқаратын болсаң, жер бетінде бүлік шығармайтын болсаң, қан төкпейтін болсаң, қатыгездік жасамайтын болсаң, мінекей жақсы адам деген сол. Қазақ өлген кезде сұрайды ғой, жақсы адам ба деп. Сол кезде бәрі жаңағы ішінен жақсы адам деп шынайы айту үшін жақсы өмір сүруге тырысу керек қой. Із қалдырып өйткені бәріміз ең кемі біреуге зиян бермейді. Енді пайдаң тимесе де зиян тигізбесең жақсы адам қазір заманда. Сондықтан да осы нәрселер әр саналы адамды ойлану керек деп ойлаймын. Саналы азаматтар, қазіргі адамдар көз ашып көкірек ояу, оқитында, білетінде, шұқитында көп. Мына жаңағы смартфонда айтып отырмын, ақпараттық ағын өте көп. Соның ішінде жаңағы айтаққа еріп, өзіміздің ұлтымызға, ынтымағымызға зиян тигізіп алғанымызды байқамай қалмауымыз керек. Иә, дұрыс айтасыз. Ол үшін шақыру керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Тамаша, өте керемет тұшымды жауап болды. Енді мынау жалпы біз білеміз ғой, тарихқа көз жүгіртетін болсақ, мына ислам тарихында исламның алтын дәуірі болды. Бұл кезеңде қаншама ғалымдар жаңағы шықты. Біздің медицина болсын, химия, физика, астрономия болсын, қаншама ғылыми жетістіктер, ашылулар болды. Былайша айтқанда ақыл мен ақылды қатар ұстану арқылы жалпы ислам дін ұстана отырып қаншама жаңа бір ренессанс дейміз, жаңа бір өркениеттік дамуға өзінің үлестерін қосты. Енді неге біз сол кезеңмен салыстырғанда қазіргі таңда қол үзіп қалдық, немесе біздің әлі қандай бір кемшіліктеріміз бар? Осыған тоқталып өтейік. Біріншіден, дін деген дүниені ғылым деген дүниеден бөліп тастадықпыз. Қателік үлкен, Иә, өйткені бұрын ғалым бәрін игеретін еді. Әмбебап дейсің. Әмбебап. Енді ол мүмкін емес. Ғылымның саласы көбейгеннен кейін кейбір адамдар кейбір салаларда ғана маманданды да қалған салаларды игере алмай қалды. Өйткені ғылым өте көп тармақтарға бөлініп кетті. Содан кейін дін деген дүние бұл ритуалдардан тұрады, белгілі бір қағидалардан тұрады, белгілі бір рәсімдерден ғана тұрады. Ғылым бұл жаңағы жаңалықтарды табатын, техниканы дамытатын, адамды ұшпаққа шығаратын дүниелерден тұрады деп, екеуінің арасына шектеу қойып, дін адамдарын бөлек тәрбиеледік, бөлек оқыттық. Және бұл адамдар сол кездегі биліктегі адамдарға бір құрал ретінде қызмет жасап, дінді бұрмалап, сол жаңағы қараңғы қағидаттарды орындаумен шектеді. Орта ғасыр Еуропаны қараңыз. Индульгенция дейміз. Бүкіл билік дін адамдарының қолында, күнә жасасаң да соларға ақша бересің. Содан кейін бір жылдан кейін қайтадан келіп ақшасын төлейсің. Шіркеуге барып. Шіркеуге барып деген сияқты. Жұмаққа билет сатылады деп. Болмаса жаңағы имамды шақыртып бір Құран оқытып қоясың. Аруақтар түсіне кірген кезде, сонымен ар жақтағы дүниедегі проблемаң шешіліп жатыр деген сияқты дүниелер. Өз-өзіңді жұбату сияқты ғой бір. Буддизмде Махаяна, Хинаяна дейді, тар шеңбер, кең шеңбер дейді. Діндарларға арналған дін бөлек, қарапайым адамдарға арналған дін бөлек. Бұл да мысалы қарап отырсаңыз осындай бір классификация дейміз бе, сыныптау дейміз бе, соның арқасында мінекей бұл діндарлар бұлар бөлек өмір сүреді, біз діндар еместер, зайырлы адамдар бөлек өмір сүреміз деген қазірде қағидада солай қалыптасып жатыр. Шын мәнісінде бұлар мүлде бір-бірінен бөлінбейді. Дін ғылымның атасы. Мұқағали айтқан. Сондықтан да дін ғылымның анасы дейді. Ғылымда бар, дінде бар. Сондықтан да бұл жердегі нәрсе не? Жаңа сіз айтып отырған, дінмен айналысқан адам ғылымнан кенде болмау керек. Дін менің Құдайға жақындататын құрал. Мен моральдық құндылықтарды, тәрбиелік принциптерді, ақылақтық мәселелерді, этикалық мәселелерді дінге сүйеніп айту мүмкін. Бірақ менің игілігім үшін мен ғылымды игеруім керек. Ол ғылым Құдайдың жаратқан дүниесі, ол да бөлек нәрсе емес. Мен мынаны тауып алатын болсам, біреулер аспаннан тауып алған жоқ қой, бұл Құдайдың қойған заңдылықтарын тапты да, соған қарсы аппарат жасады. Сол заңдылықтар бойынша маған дауыс жеткізіп тұр болды. Біреулер мысалы
ауаның молекулаларын жасап жіберіп әлемге, содан кейін барып бізге байланыс пайда болған жоқ қой. Ол дүниеде бар нәрсе просто табу. Ғылым деген нәрсе бар нәрсені табу ғой. Жоқ нәрсені ешкім жасай алмайды. Жоқтан бар етуші бір жаратушы ғана ғой. Сондықтан да бұл жерде жаңалықты да ашу деп айтып жатады ғой. ашу дейді, ғылыми жаңалық ашу дейді. Жаңалық деген бұрын Открытие. білмеген нәрсені ашып бұл бұрын жоқ нәрсе емес, бұрын білмеген нәрсе. Просто адамзат ашты соны өзі үшін. Тапты. Міне бұрын мысалы Американда білген жоқ, тапқан кезде тапты деді ғой. Американы ашты дейді. Сол сияқты тапты. Сол үшін де бұл жердегі мәселені, бұл жердегі дін мен ғылымның арасындағы байланыс өте ажырамастай дүние. Қазір де мен айтамын, мысалы дәрігер адамгершілігі мықты, иманды дәрігер болса болмай ма? Болады. Инженер иманды, жанашыр инженер болса болмай ма? Архитектор иманды, Құдайдан қорқатын, адамға зиян келтірмейтін, ғимарат салған кезде адамның баласының игілігін ойлаған архитектор болса болмай ма? Керемет болады. Жол салғандар иманды болса, мынаны сантиметрінен жемейік, сол деңгейде қабатын салайық, ертең Құдай бізден сұрайды деп Құдайдан қорқатын болса болмай ма? Ешқандай проблема жоқ. Ал діндарлар, мен діндармын, мен Құдайды таныдым, мен Құранды оқыдым, немесе мен Библияны оқыдым, Інжілді оқыдым, Тораны оқыдым, мен осы адам баласына игілік жасайын, осымен бір ғылымның саласымен айналысайын, психолог болайын, педагог болайын, архитектор болайын, дәрігер болайын десе болмай ма? Мен имаммын, мен қызымды ертең адам баласына пайдасы тиетін ақ халатты абзал заң қылып дәрігерлікке оқытайын десе болмай ма? Болады. Оқытпаса болмайды ғой, ертең оның баласын, әйелін кім тудырып алады? Қажеттілік қой, қоғамның қажеттілігі ғой. Ертең оның қаражатын кім есептеп береді? Ертең оның дипломатиясын кім жасайды? Мемлекет. Әскерді кім қорғайды? Ертең әскер кім қорғайды? Оның техникасын, қару-жарағын кім жасайды? Сосын таңертең кешке дейін жаңағы мешітте отырсақ. Дұға жақсы әрине. Бірақ дегенмен де Құдай тағала тәуекел дегеннің өзін пайғамбар айтты ғой, алдымен түйені байлап қойыңдар, сосын тәуекел етіңдер. Сол үшін алдымен әрекет жасап, содан кейін барып берекетін Құдайдан күту керек қой. Қол қусырып отырып Құдай маған бер, алма піс аузыма түс дегенде бере ма? Құдай да оны заңдылықтарға байлап қойған ғой. Сен егін еккің келсе, өнім алғың келсе, бірінші жерді тыңайт, жырт, сосын сеп, дәнді. Содан кейін суар, күт, әрекетін жаса. Содан кейін Құдай саған қанша өнім береді көресің. Әрекетін жаса, сол үшін де фатализм деген дүние, жаңа сіз айтқан сұрақтың екінші бөлімі, фатализм деген дүние, тағдыршылдық деген дүние, кейде ол дозасынан асып кететін болса, қасіретке алып барады. Мен ұйықтап жатырмын, Құдай мені жаратты, аш қалдырмайды, жақсы, ол тәуекел. Бірақ сен Құранда айтты ғой, жұма күні азан шақырған кезде жұмаға жүгіріңдер, одан кейін жер бетінде Алланың рызығын теру үшін таралыңдар деп. Еңбек етіңдер, жұмыс жасаңдар, қызмет жасаңдар деп отыр. Ал сол олай болатын болса, мен не үшін жата беріп өзімнің жалқаулығымды тағдырдан көруім керек? Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді, маңдайыңа жазылған болады. Дұрыс, сен ентікпе, шаршама, өзіңді депрессияға түсірме, дозасынан асырма, ол айту үшін. Бірақ жалқау бол, тоғышар бол, жатып ішер бол, масыл бол, біреудің мойнына мініп ал, сені өмір бақи әке-шешең асырасын деген әңгіме емес қой ол. Сондықтан да осының ара-жігін өте жақсы ажырата білу керек. Әйтпесе біз кейде өзіміздің жалқаулығымызды, тоғышарлығымызды, масылдығымызды Құдайдың маңдайыма жазған тағдыры деп Абай айтады ғой. Байлықты жаратқан Құдай, бай қылған кедей қылған Құдай емес, ауырды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Неге? Сен өзің себепші боласың. Сенің басыңа не келсе, Құранда сондай аят бар. Сенің басыңа келген жамандықтың бәрі өзіңнің қолыңның істеген нәрсең. Сен артта қалдың ба, жалқаулығыңнан артта қалдың. Сен осыны істей алмадың ба, басқалар сияқты еңбек етпедің. Ал еңбек етсе, ол кімге де береді? Қара жерде құрт ұстамайды дейді ғой. Сондықтан да бұл жердегі мәселені ой жүгірт, ой пікір жаңа жүргіз, ғылымға үңіл, бірақ ол игілікке негізделген ғылым болсын, адам баласының игілігіне негізделген ғылым болсын. Қазір теріс ғылымды да бар, қару-жарақты өндіріп, қоғамға көрсетіп жатыр. Керек болса, оны да өндіріп қой. Адамдар сені қорқытып жатса, сенде, менде де бар деп айтатындай болсын. Сондықтан да бұл жердегі нәрселерді бөліп қараудың қажеті шамалы деп ойлаймын. Мен өз басым. Сол үшін де біз бөлген кезде осындай нәрсеге түсіп қалдық. Екінші фатализм мәселесі бізге қатты кіріп кетті. Үшінші бұл дін саясаттың құралына айналған кезде біз зардап шегіп қалдық. Дін саясаттың құралы емес. Дін ешкімнің меншігі емес. Дінді біреу меншіктеп өз мүддесіне пайдалануға болмайды. Бұлай пайдаланатын болса, ол өз зардабын өзі шегеді. Сол үшін де ол ортақ құндылық, ол ізгілік, ол қағидаттардың жиынтығы, ол менің рухани кемелденуім, ол менің ертеңгі әлемге деген алдын ала жасап жатқан инвестициям,
Сондықтан да енді дінде о дүние сенімі де бар, барлық діндерде бар, Мгм. эсхатология тағы басқа. Сондықтан да бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе мен өзімнің адамшылық болмысымды бұзбай қоғамға қызмет ететін болсам, ең жақсы адам деген Мұхаммед пайғамбардың жақсы адам кім дегеніне қатысты көп деген хадистер бар. Мгм. Соның ішінде хайруннас мәйенфағуннас деген де бар. Мгм. Абайдың қара сөздерінде де бар. Адамдардың ең хайырлысы, ең жақсысы адамдарға пайдалы болған. Мгм. Ондай болатын болса мен не үшін пайдалы болма? Пайдалы болу үшін мен ғылым мен білімді игеруім керек қой. Иә, дұрыс Сол айтасыз. үшін де қызмет жасаған кезде өз қызметімді кәсіби дәрежеде игеруім керек. Мгм. Содан кейін өз потенциалымды максималды қоғамға беруім керек. Мгм. Міне, мен Құдайға жағу үшін, дұрыс, Құдайға жағу үшін менің руханиятым да түгел болу керек. Мгм. Бірақ мен адамзатқа жасаған жаман жақсылығым Құдайға жағудың құралы емес деп кім айтады? Мгм. Мен біреуге бір жақсылық жасап жүрсем, денсаулығына көмектесіп жіберсем, онда мен жасаған құлшылығымнан артық болуы да мүмкін ол. Мгм. Бір адамды тығырықтан шығарып салсам, жолда қалған адамға көмектесіп жіберсем, қоғамның игілігіне жасап жатқан бір пайдалы нәрсе қалдырып жіберсем, Бүкіл жасаған бүкіл- амалыңнан бүкіл жоғары болып амалынан жоғары болады. Мгм. Ол садақа жария деген нәрсе бар. Сен бір жақсы нәрсе ойлап табатын болсаң, соны пайдаланған адамдардың бәрін сауап сізге келіп тұрады. Ана әлгі хадисте келетін жезөкше әйелдің Иә. итке су беру. Итке су беру сияқты бір жануарға пайдасын тигеннен кейін Құдайдың мейіріміне Мгм. жолықты. Сол үшін де адам баласына жасаған жақсылығының бәрі, бұның ішінде ғылым да бар, бұның ішінде дін де бар, екеуін бөлудің қажеті жоқ. Оның барлығы адам баласына игілік жасасаңыз, сіз ол дүниеде сіздің жақсылығыңыз. Қиянат жасасаңыз, Мгм. онда ол сіздің имандылығыңыз деген сөз. Сіз күні түні мешіттен шықпай отырыңыз, күні түні намаз оқыңыз, намаздың түр-түрін қаза жібермеңіз, сүннет нәпіл намаздардың бәрін оқыңыз, өмір бақи ораза ұстаңыз. Бірақ қиянат болатын болса, біреудің ала жібін аттайтын болсаңыз, біреуді ғайбат ететін, біреудің жаңағы дамуына кедергі келтіретін болсаңыз, өзіңіз жасамай біреуге жасатпайтын болсаңыз, Мгм. немесе жаңағы қоғамнан жесеңіз, жұлсаңыз, бөлінген қаражатты өзіңіздің қалтаңызға бассаңыз, алауыздық жасасаңыз, алалық жасасаңыз, айлакерлік жасасаңыз, алаяқтық жасасаңыз, Онда дін жұмыс істемей тұр онда деген дін сөз. жұмыс істемей тұр деген сөз. Онда ненің пайдасы бар онда? Мгм. Онда сіздің оқыған ғылымыңызда не пайдасы бар онда? Қазіргі жасап жатқан жаңағы арсыздық жасап жатқандардың барлығы білімсіздіктен жасап жатқан жоқ қой. Сондықтан да білімсіз, имансыз болған үшін жасап жүр. Сол үшін абай шәкәрімнің айтатыны бар, жаңағы қиянатың бар болса иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат дейді. 1000 жыл ғибадат қылсаң да қиянат жасап отырсаң, сенің иманың жоқ. Иман жүрекке орнықпаған. Иманы бар адам қиянат жасамайды ғой. Иманы бар адам қиянат жасамайды, қиянат жасаған адам иманы жоқ деген сөз. Ол логикалық байланыс қой. Иә. Сол үшін де Құдай сізге жүрегіңізге иман беретін болса, иманыңызды сақтайтын болсаңыз, онда басқа Құдайдың жаратқан адамдарына да қиянат жасамау керек. Мгм. Сондықтан да бұл жердегі қарапайым алгоритм, қарапайым формула ғой бұл. Мгм. Жақсы адам болатын болсаң, сізден тек қана жақсылық нәрселер шығады. Жаман адам болатын болсаң, сіздің қазанның ішінде не барса сыртқа сол төгіледі дейді ғой. Сол үшін де жақсы адам болу деген дүние, ол жаңағы іші мен сырты бүтін адам. Айтқан дүниесіне өзі сенетін адам, өзі сенген дүниесін айта алатын адам. Румидің жақсы бір философиясы бар ғой. Жаңа 7 қағида бар емес па? 7 қағиданың 7-шісінде айтады, не көрінгенің сияқты бол, не болғаның сияқты көрін деп. Бұл деген сөз 200 болма деген сөз ғой. Сырттай ғалым болып, керемет болып, бәленбай университет бітіріп келіп халықтың ақшасын жесең не пайда? Иә, Құдай сақтасын. Өзіңнің біліміңді, пайдаңды қоғамға қиянат жасап, өз еліңді, өз жеріңді тонасаң не пайда? Немесе біреуге қиянат жасап, алдап, арбап, алаяқтық жасап, мошенник жасап, біреудің қаражатын аударып алсаңыз, ол жеген наныңыз нан бола ма? Иә. Сонымен бала шағаңызды асыраңыз, сол бала шағаңыз тәрбиелі бола ма? Әрине. Сондықтан да бұның барлығы бір тұтас дүние. Соны түсініп, өз игілігіне пайдаланған адам, менің ойымша қазіргі кезде ең мықты адам шығар. Енді көп па, аз ба, оны енді өздеріңіз білесіздер. Жақсы. Жаңа енді депрессия жөнінде айтып кеттіңіз ғой аға. Жалпы негізі өзіміздің ислам дініндегі ғұламалар осы депрессияға қатысты көптеген еңбектер жазған. Мәселен, мысалға Әл-Фарабидің жаңа бақытты адамдардың бақытты қаланың тұрғындары трактатында да жалпы депрессия қалай түседі және одан қалай шығу керек бүкіл методикасын жазып қойған. Бірақ бір қызығы осы Әл-Фарабидің еңбектерін бәлкім тырнақшаның ішінде саяси бір идеологияның тұсында ма басқа ғалымдар оқымауға кеңес беріп, тіпті даже Әл-Фарабиді жаңағыдай күпірлікке айыптап деген сияқты сондай бір ұғымдар қалыптасты да. Бертін келе мысалға тұтынушы, жалпы исламды ұстанушы адам Әл-Фарабидің еңбектерін ашып оқып жатқан бір өте сирек кездесетін дүние да. Одан бөлек мысалға
ибн синаның трактаттарында мысалы канондары сондай керемет бір еңбек, мысалы адамзат әлі күнге дейін қолданып жатыр. Бірақ өзіміз сол өзіміздің ғалымдарымызды жаңағыдай қолдан жасалған десек бола ма, болмаса басқа бір сыртқы ықпалдар арқылы дейміз да. Мысалға кімнен, Науауидан мынандай сөз келтіреді. Ибн синаның канонын қолыма алып бастап едім, бір ауырсынуды байқадым, денсаулығым нашарлады. Өзінің сөзі емес сияқты, негізі діндар адам олай сөйлемеу керек қой, негізі шын мәнісінде. Біреу қосып жіберді ма, ауырсынуды байқадым, кейін канонды бүйтіп ысырып қоя салдым да басқа нәрсемен айналыстым дейді да. Осы жерде қолдан өзімізге жасап беріп жатқан сырттан бір күштер жұмыс жасап жатыр ма, яғни бізде бар дүниені жаңағыдай мәселелерден, проблемсіз айтып отқан жаңағыдай проблемалардан шығудың жолдарын ғалымдар жазып беріп тұр, бірақ біз ол еңбектерге жүгінбейміз. Неге? Өйткені өзіміздің ғалымдарымызды өзімізге қарама қайшы қойып, қазіргі күнде мысалға сол еңбектер шаң басып жатыр, көтерілмей жатыр. Хотя үлкен ол жерде бір біз үшін пайдалы дүниелер жатыр. Осы жерде саяси мүдде ма, сыртқы ықпалдар ма, қалай түсінсек болады осы дүниелерді? Психологиялық мәселе бұл бір бөлек тақырып. Ол да бір актуалды қазіргі заманның ең көп таралған проблемаларының бірін айналып бара жатқан дүние. Өйткені жаңа айттым ғой, адамның сырты мен іші сәйкес келмеген кезде қайшылыққа түседі да. Сол жүктің бәрін өз мойнына жүктеген кезде адамның тәні шексіз емес, ол ыдырайды, қалжырайды, әлсірейді. Соны қарапайым тілмен қазір ғылымда депрессия дейді, стресс дейді. Қарасаңыз, адамда ондай нәрсе болмау керек. Дұрыс адамда ондай нәрсе болмау керек. Немесе ондай нәрселерді дұрыс адамдар дұрыс түсінеді да. Кез келген нәрсе бізге қалай сигнал жібереміз, миға қалай түсінік жібереміз, сол түсінікке байланысты ғой. Сол жіберген сигналға өзіміз қаншалықты сенеміз, сонымен тікелей байланысты бар ғылым мәселесінде. Бірақ жаңа сіз айтып отырған, бұл айтып отырған бұл тақырып өте терең, өте күрделі тақырып. Оны бөлек бір әңгіменің өзегі етіп алуға болады, арқау етуге болады. Ал жаңағы Ибн Сина, Фараби трактаттар еңбектеріне, немесе өзіміздің ағартушылардың еңбектеріне келетін болсақ, бодандық деген нәрсе тек қана экономикалық тұрда ғана болмайды. Бодандық деген ол сана тұрғысынан да болады. Сізге кім билік жүргізеді, соның ақылын орнатады, сол ақылмен сіз жүруге мәжбүр боласыз. Сондықтан да қазір нарықтық экономикада мысал көп, оңай түсіндіруге болады. Мысалы, сізге бір экономикалық басымдық танытам десе, сіздің тауарыңызды сатқызбайды да, өзінің тауарын сатады. Егер сіз тауар өндіріп сататын болсаңыз, экономикалық тәуелсіздікке кетіп қаласыз. Монополиялы болады. Монополиялы жасайды, болмаса әртүрлі санкциялар арқылы қысады, немесе бәртүрлі бағасы арқылы сізді құлдыратады, банкроттыққа ұшыратады. Сол ақыры нарықты өзі жаулап, сіздің былайша айтқан кезде тауарыңыздан бұрын сол тауарды алу ыңғайлы немесе мәжбүр болуыңыз да мүмкін. Қазір мемлекеттерде ондай нәрсе де бар. Біз ойлаймыз ғой, мен қалағанымды сатамын, қалағанымды аламын. Жоқ. Мемлекеттерде шарттар бар. Сен мынаны сататын болсаң, маған мынанша ақша төлейсің. Немесе мен тауарымды сатып аласың, немесе сен мына тауар сатып алу үшін мына зауытты сен өзіңнің территорияңа салмайсың. Сататын болсаң, мен саған мынандай санкция қолданамын деген сияқты. Біз білмейміз ғой, бірақ сондай әңгімелер болады. Яғни бүкіл мемлекеттердің экономикасы бір-біріне тәуелді болу үшін. Негіз тәуелсіздік экономикалық тәуелсіздікте негіз басталады. Адам мысалы қиыншылық болған кезде бала шағаңызды аш қалдырмай асырайтындай дәреже болсаңыз, нағыз тәуелсіз адам сізсіз. Әйтпесе қазір біз жарыққа тәуелдіміз, жылуға тәуелдіміз. Bir күн жарықты өшіріп тастаса, жағдайымыз қиындап кетеді. Телефон шұқи алмай қалсақ. Интернеттің өзіне қанша тәуелді болып қалдық қазір. Жылу мысалы. Немесе жай бір суды ағызу үшін де дәретке отырғаннан кейін су ақпай қалса, қанша күн тұрасыз сол үйде. Сондықтан да бұл жерде мәселені бәріміз сондай тәуелдікке кеткен заманда мемлекеттерде сондай тәуелдік. Ал ол үшін пікірге кім иелік етеді, сол сізге билік жүргізеді. Сол үшін де бүкіл экспансиялар, бүкіл басып алулар, бүкіл бодандықтар, бүкіл билеушілер, олар алдымен сол пікірге қарсы күрес жүргізіп, қазір қарапайым діннің өзінің каналымен қараңыздаршы. Қазақта мынау салт харам дейді. Жақсы, харам дегенге сіз иланыңыз. Ал не істеймін деген кезде, сіз мынаны былай істеңіз дейді. Бұл тырнақшаның ішіндегі діншілдер ғой. Мысалы діншілдер тырнақшаның ішінде. Сыртқы формасы басқа елдің киімін киіп келеді.
менің өзім киімді киіп жүрсем ше, иә неге олар мысалы қазақтың тақиясын жарқыратып киіп жүру уағыз етпейді? иә Біздің климатқа сәйкес қой, біздің Иә. қалың мына қоңыржай климатқа сәйкес. мхм, Неге олар ана жақтан бір елдің ұлттың киімін киіп келген кезде, мхм, жаңағы қара жамылып келген кезде, бетін бүркеп келген кезде ойлай діндар болып көрінеді. мхм, Бұл және ол діндар болып қана көріну емес, сөйтіп сіздің салтыңыз, санаңыз, киіміңіз, тамағыңыз бәрі харам болған кезде олардікі орнына келеді. өзге өркениетті Өзге сіңіру. сананы, идеологияны, Мгм, мәдениетті сіңіру арқылы сізді экспансиялау емес, сіздің араңызда іріткі тудыру. мгм, Олар да біледі халықтың бәрі қабылдамайтын. мхм, Жартысы қабылдаса тіпті жақсы. Мгм. Өйткені қабылдамаған жартысымен күрестіруге жақсы. мхм, Сол үшін де кез келген жаңағы билеуші тарап немесе жаңағы араздастырушы тарап соның барлығын ойластырып жасайды да, оны жасап жүрген адамдар оны өздері түсінбеуі де мүмкін, оны дін деп ойлайды. мхм, Шын мәнісінде пайғамбардың хадисінде де бар, Құдай тағала сендердің киімдеріңе, түрлеріңе қарамайды, Құдай тағала сендердің амалдарыңа, жүректеріңе қарайды дейді. Әуретті сіз немен жапсаңыз да жабасыз. мхм, Мысалы жәннатта жұмақты әуретті адам пайғамбар жапырақпен жапқан. Біз оны қалың шапанмен жабамыз, арабтар оны көйлекпен жабады, мхм, басқа бір халық оны басқа бір нәрсемен жабады. Әр халықтың біреу юбкамен жабады, біреу беліне орай салады мысалы. мхм, Сондықтан да ол әркімнің несіне байланысты. Сондықтан да бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе осы өзіміздің бар мұрамызды өзіміз зерттей алмауымыз, тіпті біздің өзіміздің ата бабамыздың жазған хатын танымайтындай дәрежеге түсуіміз де біреулердің қалауы. мхм, Сабақтастықты үзіп, біз кім болғанбыз деген сұраққа жауап таппай қалу үшін. мхм, Бірнеше рет алфавитті ауыстыру да бізді сауатсыз қылудың бір жолы. жолы болған. Тәсілі Кейде ғой. олар ойлайды, біз арқылы өркениет келді, біз хат таныттық, сендер топас едіңдер деген сияқты. Бірақ жаңа сіз айтып отырған адамдар, фарабилер, мхм, музыка туралы трактат жазып жатқан кезде, олар музыканың не екенін түсінбеген шығар. Сондықтан да қайырымды қаланың тұрғындары туралы трактат жазып жатқан кезде, ондай қаланы құру деген не екенін түсінбеген шығар. Иә, ол утопия болуы мүмкін, мүмкін емес жағдай болуы мүмкін, бірақ талпыныс бар ғой бәрібір. мхм, Жақсы болуға талпыныс қой. Бір қоғамда жақсы жағы көп болса, ол қоғам жақсы қоғам болып саналады. Бір адамның бойында қасиеттер, адамда жаман қасиеттер болады. Жақсы қасиеттер көп болса, біз оны жақсы адам дейміз. Кейде эмоцияға салынып бір жаманшылығын көріп қалған кезде, бұл адам жарамайды деуі мүмкін. Бірақ шын мәнісінде рационалды түрде, реалистік түрде қарасаңыз, ол адам жақсы адам негізі. мхм, Жақсы қасиеттері көбірек мхм, таразының басына салған иә, кезде. иә. Сондықтан да сондай дүниелерді бізге өзімізден ажыратқан белгілі бір идеологиялық жобалар, жоспарлар болғандығын Мхм, біз түсінеміз, түсіндік те, бірақ енді қазір соны жаңғыртуға не кедергі деген кезде адамдар жалқау. Қазір мхм, ғылыммен айналысқан бір шоғыр адамдар ғана солардың проблемасы сияқты соны зерттеп жүру мүмкін. мхм, Бірақ көпшілік неге? Жеңілдікке қарай кетіп бара жатырмыз. Қазір бір информация жазсаңыз, ақпарат жазсаңыз, оны ешкім оқымайды. 2 жол жазсаңыз оқиды. мхм, 2 сағат подкаст түсірсеңіз ешкім тыңдамайды. 2 минут болса бәрі қарайды. Иә. Неге? Анау миға салмақ салғысы келмейді. Ал жеңіл ақпарат. енді жеңіл ақпарат, Ибн Сина миға салмақ салады ғой. Мхм, Ол үшін сіз миыңызды шынықтыруыңыз керек. Мысалы, сіз бір дегенде қараңызшы, штанга көтерген кезде зілтемір неше килограммнан бастатады деп ойлайсыз? мхм, Бірінші жеңіл темірлерден бастайды. Иә. Тіпті анау таяғын ғана көтеруіңіз мүмкін. мхм, Кейін ақырындап салмақ қосады. Ал 250 килограмм бірден көтеруге болады ма? Сіз спортқа келген күні сізге 250 килограмм көтер десе, сіз бітті мүгедек боласыз. мхм, Сол үшін де мида солай шынығады. Фарабиді оқу үшін сіз 11 класты бітіре салып Фарабиді оқысаңыз, ол сізге салмақ болуы мүмкін. мхм, Фарабиді оқу үшін ең кем Абайды оқу керек. мхм, Абайдың өзін қазір көп жастар түсінбейді, миға салмақ салып жібереді. Сол үшін жеңіл желпі ойшылдарымызды, жаңа подкаст айтып жүрген жігіттерді тыңдау керек шығар. Содан кейін барып солардың жаңағы нұсқауы бойынша жеңіл желпі кітаптарды, әңгімелерді оқып, содан кейін күрделі кітаптарды оқып, одан кейін ақырындап күрделендіріп, жаңағы Ибн Сина, Фарабидің трактаттарына шейін жетуге болады. Неге десеңіз, ол қазір жету жолдары оңай, бәр нәрсе қолжетімді, мхм. алгоритмдері Түсіну бар. бөлек дейсіз. Түсіну бөлек болғаннан кейін де оны сіз түсіне алмаған кезде сіз ауыр деп оны лақтыра салуыңыз мүмкін. Адам қиналғысы келмейді. Мхм, Қиналмай ләззат жоқ. Дінде бір қарсы логика бар. Кез келген Құранның сүресінде де бар. мхм, Инна ма'ал усри юсра. мхм, Әрбір қиыншылықтан кейін
жақсылық жеңілдік келеді. Жеңілдік келу үшін қиналу керек. Мысалы, сіз диплом алу үшін, аттестат алу үшін 11 жыл оқисыз. Диплом алу үшін 4 жылдан 5-6 жылға шейін оқисыз. Медицинада 7-8 жыл, 9 жыл оқиды. Не үшін? Сол анализді қою үшін, сол дәрігер болу үшін. Сіз оны оқымайсаңыз, онда боласыз, болмайсыз. Бола беріңіз мүмкін, ақыл айта бересіз, бірақ сізді ешкім тыңдамайды. Неге десеңіз, маман болмайсыз ғой. оқымаған дәрігерсіз. Біреу ана шөпті қайнатып іш, мына массажды ал дегенмен ол адамды ұсталмауы мүмкін. Керісінше теріс эффект беруі мүмкін. Зиян болуы мүмкін. Сол үшін де бұл жердегі мәселе не? Бұл жердегі мәселе адам шыныға беріп, ойды шынықтыра беретін болса, ертең сіз өзің біреуге ауыр болған мәтін сізге жеңіл түсінікті болуы мүмкін. Сол үшін сіз тіпті Абайдың бір жақсы сөзі бар ғой. Болмасаң да ұқсап бақ. Бір ғалымды Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Ғалым болмай немене? Балалықты қисаңыз. Көрдіңіз, болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Бір ғалымды көрсеңіз. Ғалым болмай немене? Балалықты қисаңыз дейді. Ол үшін мына балалық сана бар ғой, мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді, олар басқа адамдар болған, олардың заманы басқа болған, ішіңізден қаншама оправданиялар келеді ғой. Өзіңіздің ішкі сила воля дейді, өзінің ерік жігеріңіз қайрат. Абай неге үшеуін айтады, неге нұрлы ақыл жылы жүрек дей салмайды? Неге ыстық қайрат дейді? Неге ыстық қайрат дейді? Нұрлы ақыл жетпейді да. Жылы жүрегіңіз бар, ойбай, оқиын, білем. Дүйсенбі сайын осы дүйсенбі бастаймын, мен оқимын дейді ғой. Дүйсенбі болады, қайта бастамайды. Неге? Ыстық қайрат жетіспейді. Қайрат. Сол үшін де қайраттанып, қайраттан бекін жігерлен сілкін дейді ғой. Қайраттанып, талпыныс жасап, мұны арабшадағы химмат дейді. Адамның химматы, яғни талпынысы, қайраты тауға барады. Адам істей алмайды. Қазақта айтады, көз қорқақ, қол батыр деп. Істеп көрші. Істеп көр. Бір рет істеп көр, 2 рет істеп көр. Кейде адамдар болады, 3 рет, 4 рет істеп көр. Мысалы, мына жарықты тапқан кезде неше рет тоққа соғылған деп ойлайсыз? 10.000 рет мысалы. 10.000 рет попытка. Ең соңында болды, мен жасамаймын деген кезде жанды бол. Бірақ ол неге? Оны өйтіп қайраттан баса таба алмайды. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Сол үшін де қайрат түртеді. Сол үшін де жаңағы адам мен істей алмаймын деген нәрсені істейді. Қазіргі жастарға, қазіргі буынға, қазіргі ғылым сүйер, кітап сүйер жастар көп. Жастарды бәрі сынайды ғой. Сократ та кезінде жастарды сынаған, Абай да жастарды сынаған. Әр ағартушы өзінің замандағы жастарды сынайды. Бірақ сол жастар кейінгі жастарға қаншама жол көрсететін қаншама тұлғалар тәрбиелейді. Қазір жастардың ішінде өте мықты жастар көп. Креативті ойлайтын, еңбекқор, кітап оқығыш, не бір жаңағы былайша айтқан кезде қазір жастардың тілімен айтқанда шарит ететін вундеркинд жастар көп. Солар талпыныс жасайтын болса, бұның барлығы мүмкіндік бар. Қазір ешкім желкеңнен төніп тұрған жоқ. Ананы оқыма, мынаны істеме, мынаны дамытпа деп жатқан жоқ. Құдайға шүкір, Құдай тәуелсіздікте де беріп қойды. Бұрын менің кітабымды оқисың, менің сабағымды оқисың, менің программамды игересің, менің айтқанымды айтасың, менің жаттатқан әнұранымды жаттайсың деп жүрдік қой біз. Қазір өзіңді қолында қой. Істе, еліңе жақсылық жаса, халқыңа жақсылық жаса. Өзің санаңды оят. Бүкіл адамзаттың игілігін ойла. Адам өзі кішкене кезден бастап дамиды. Мынау шеңбер сияқты, осы үстелдің шеңбері сияқты. Ең бірінші адам өзін ғана ойлайды, қара басын ойлайды. Сосын одан шамасы асып жатса, туыс-туғанын ойлайды, дос-жаранын ойлайды, сосын қаласын ойлайды, сосын ауыл, қаласын, районын, облысын, сосын бізде бар ғой, оңтүстік, солтүстік деп бөлінеді. Сол деңгейде ойлайтындар. Сосын Қазақстан, басқа деп, Орта Азия деп ойлайды, сөйтіп. Адамзатқа дейін көтеріледі. Адамзатқа дейін көтеріледі. Оны Абайдың деңгейде адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дейді. Сондай деңгейге келген кезде бүкіл адамзатқа пайдалы нәрсені таратасың. Ол бір жағы саған ақша, бір жағы адамзаттың игілігі, бір жағы сенің ойыңның жоғарылығы. Сол үшін де кім ойды ояды, ой бағады. Бұрын қой да бақтық. Қой баққандар да ой бақпады деп айтпау керек. Қой бағып жүргенде де талай нәрсені ойлайсың. Ой баққандар жеңеді. Сол үшін де қазір ой бағатындармен жарысып, солардың игерген технологиясын игеріп, өркениетті ел болып, имандылықтан айнымай, адамзаттың игілігі үшін жіберілген қағидаттарды игере отырып, шығыстың менталитетінен ажырамай, кезінде қазақ газетінде бар ғой, киіз үйдің есігін шығысқа қаратып, түнлігін батысқа қаратып ашты ғой. Неге символикалық? Өйткені тәрбие шығыстан, ғылым батыстан деп. Сол батыстың
ғылым мен шығыстың тәрбиесін ұштастыратын болсақ, мен деген ел боламыз. Ал егер жоқ бір жақты болып жалаң ақылмен кететін болсақ, дінді күстаналап, имандылықты жоққа шығарып, айуандыққа қарай бет бұратын болсақ, мен ақылдымын деп ғылым мен технологияны адамзаттың айуандығына пайдаланатын болсақ, онда атеизм бізді үш баққа шығармайды. Атеист болдық қой бәлен ондаған жыл. Неге біз гүлденіп кетпедік? Немесе радикализмге түсіп, осыда дінде дін деп бет аузымызды бүркеп, құлағымызды бітеп жаңағы жүретін болсақ, бұның барлығы бидға, ширк, күпір, харам деп, онда жаңағы радикализмге түсіп оқтың құралы боламыз. Сондықтан да екі ортада болу керек. екеуін де ұштастырып, жақсы парасатты ұрпақ тәрбиелеп, ұрпаққа сондай тәрбие қалдыруымыз керек деп ойлаймын. Талай жаңа үлгі боларлық ата бабаларымыз, Фарабиден бастап Мәшһүр Жүсіпке дейін талай ата бабаларымыз бар, игі із қалдырған. Солардың мұрасын болмасам да ұқсап бағып, болмаса солардың айтқанын түсінетін ұрпақ болсақ, менің ойымша қазір үлкен жетістік деп айтуға болатын шығар. Ақыл айту оңай, істеу қиын. Әркім өзінен бастаса, менің ойымша қоғам дұрысталады. Қоғамның бәрі сондай ғой деп ойламамыз керек. Өйткені қоғам сіз бен бізден тұрады. Сіз жақсы болсаңыз, мен жақсы болсам, ол жақсы болса, ізгі қоғам деген сол. Әрине. Немесе 100 адам болса, соның 90-ы жақсы болса, ізгі қоғам деген сол. 10 адам бұзық болуы мүмкін, немесе 1 адам бұзық болуы мүмкін, оны да тәрбиелеуге оңай болады. Өйткені 100 адам, 90 адам сіздің жағыңызда. Ал жаңағы бәрі жаман болса, бәрі бұзық болса, ішінде өзіңіз ғана жақсылыққа шақыратын болсаңыз, сізге ауыр болады, қиын болады. Сізде үмітсіздікке түсіп, қойшы бұлар адам болмайды деп, қолыңызды бір сілтей салуыңыз мүмкін. Бірақ ізгілік деген оңай келмейді ғой. Арзан болмайды ғой. Жұмақ та арзан емес. Ол үшін де бұл дүниеде еңбек жасау керек Құдай үшін. Қаншама адамдардың игілігін ойлау керек, солай ғой. Әйтпесе не үшін онда Құдай жұмақ тозақ деп бөледі онда. Бәріміз бара беретін болсақ, не қадірі қалады. Сол үшін де мен жақсымын деп айту оңай, жақсы болу қиын. Адамдар бәрі өзін жақсымыз деп ойлайды ғой. Қазақта айтады ғой, жамандар жақсымын деп айғайлайды, жақсылар жақсымын деп айта алмайды. Сол үшін жақсымын деп айту қиын. Қолымыздан келгенше әрекет жасап жүрміз деп ойлаймыз. Әркім соған қарай үлес қосатын болса, менің ойымша жақсы қоғам, ізгі қоғам қалыптастыруға болатын шығар деп ойлаймын. Менікі ой айту оңай, ол менің өзім пікірім. Өйткені бұл заманда мен байқаймын, Абайда айтады ғой, сөзім өзімдікі деп. Талай қоғамға ықпал еткен адамдар ешкімге ақыл айтпаған. Өйткені ақыл айту үшін сіз бірінші өзіңізді дұрыстауыңыз керексіз. Өзімізді дұрыстау үшін айтылған ой деп қабылдау керек. Және осы ойдан біреулер ой түйіп жатса, біз қуанамыз, ол да бір нәсібі деп есептейміз. Ал ой түймей жатса, ол мен өзімнен шыққан ой ғой, сөз өзімдікі ғой. Оған ешкімнен шығын шыққан жоқ. Сондықтан да сол бағытта қызмет ете беруіміз керек деп ойлаймыз. Біз кейде биіктікті тәкаппарлықтан іздейміз, ол қарапайымдылықта. Кейде танымалдылықты атақтан абыройдан іздейміз, жоқ ол төменде. Кейде ұлылықты жоғарыдан іздейміз, жоқ ол төменде. Сондықтан да кейде адрес шатастырып алып жатырмыз. Сөйтіп анағандай адамдарға ұқсаймыз деп жүріп, өзіміз адасып кетіп жатырмыз. Шын мәнісінде жақсы адамдар арамызда көп қой, соларға ұқсасақ жаман болмаймыз. Керемет. Әңгіме көп, мен қысқа кестім, өйткені не десеңіз, адамдарды жалықтырып болмайық, сөздің дәмділігі қысқалығында дейді ғой. Кейінде бұл уақытымыз шығып жатса, жаңағы айтылған тақырыптарды жеке-жеке тақырып қылып талқылауға болатын шығар. Ой көп, айтылғанда ойшылдар да көп. Олардың ойын қорыту керек, талқылау керек. Қазір кітап оқығаннан қарағанда адамдар тыңдай салғанды жақсы көреді ғой, жеңіл ғой тағы да. Сол үшін де сол оқыған дүниелерден жиған терген дүниелеріміз ғой. Бізде аспаннан алып ақыл болғасын айтып отқан жоқпыз. Сол жақтан жинап, жаңағы Мұқағали айтпақшы, күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарам дегендей. Сол кітаптан оқыған ақыл ғой бұның бәрі. Керемет. Алла разы болсын аға, осындай уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңізге, көрермендерімізге де сондай бір керемет бір бағалы сұхбат болды деп санаймыз. Қаншама адамды қолдап, ыстық ықыласын жазып жатыр, рахметін айтып жатыр. Алла разы болсын. Рахмет. Нұрлы күндеріміз көп болсын. Жақсылықта жолығайық, жақсы сөз айтайық, жақсы ой ойлайық, жақсы түс көрейік. Түс оңбағанның соңбаған дейді ғой. Адам жақсы болса, жақсы нәрсе шығады. Дұрыс айтасыз. Жамандықты алыстан іздемейік. Рахмет. Керемет. Баршаңызға рахмет.